Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич. Урматтуу студенттер, урматтуу достор, сыйлык алгандын көпчүлүгү кыз балдарыбыз экен, эркек балдарыбыз кичине жалкоорок келебиз. Бирок мындан ары дагы эркек балдар дагы аракет кылып, бир 50% эркек балдар болсо, 50% кыз балдарыбыз болсо жакшы болот эле. Аракет кылыңыздар. Дагы бир жолу сыйлыгыңыздар менен куттуктаймын. Келечекке болгон жолуңуздар даңгыр болсун, жолуңар дайыма ачык болсун. Кудайым өзү колдоп турсун, аман эсен болгула, ден соолукта болгула. Ийгилик каалайм дагы бир жолу. Рахмат. Саламатсыздарбы, кымбаттуу студенттер, өлкөнүн келечек ээлери. Бүгүн биз заманбап илим билимге эгедер, жаңы санарыптик, инновациялык технологияларды мыкты өздөштүргөн коомдо жашап жатабыз. Башкача айтканда, өнүгүүгө бет алган бардык багыттар билимге, илимге негизделип таянылган учур өкүм сүрүүдө. Мезгил өтүп, жылдар алмашкан сайын билим берүү мурдагыдан да маанилүү, мурдагыдан да баалуу болуп баратканына баарыбыз күбө болуп жүрөбүз. Асыл таштан, акыл жаштан деген жакшы кеп бар элибизде. Мен замандын күрөө тамырын кармай билген, дүйнө жүзү кайда багыт алганын талдай билген коомдун сергек катмары дал ушул зирек мына сиздер студенттерсиздер деп билемин. Кыргызстандын келечегине кайдыгер карабаган, ата салты менен нарк населин барктаган, билимге сугарылган, мекенин сүйгөн жаштар биздин келечегибиз деп ишенимдүү айта аламын. Мына ушундай алдыга умтулууну, жаңы ийгиликтерди жаратууну артыкчылыктуу багыт кылып алган, талбай изденген, ойго бай, демилгеси мол келечек ээлери болгон алдыңкы студенттер менен жүз көрүшүп пикир алышып турганыма мен кубанычтамын. Ошону менен бирге окуудагы албан жетишкендиктериңер үчүн президенттик стипендияга ээ болушуңар менен мен чын дилимден куттуктаймын. Өлкөдө билим, илим, маданият, спорт жаатында мекенибиздин желегин желбиретип, дүйнө жүзүнө тааныткан улан кыздарыбыз арбын. Ошону менен бирге биздин жаш муундун өкүлдөрү ар түрдүү долбоорлорго катышып, ийгиликтерди жаратып, учурдун бардык чакырыктарына жооп берүүгө далалат кылып жатышкандыктарын белгилөө өзгөчө жагымдуу. Өлкөбүздө билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бурууга басым жасоо зарылдыгын белгилеп, бул багытта туруктуу иш аракеттерди камтыган комплекстүү иштерди жүргүзүүнү колдоп келе жатамын. Мамлекет мындан ары да билим берүү, илим багытын өнүктүрүү үчүн жаңыча ыкмаларды иштеп чыгуу процессин жана илимди түздөн түз жашообузда пайдаланууну ишке ашыра турган ынанымдуу, далилденген багыттарга да өзгөчө көңүл бурат. Биз өлкөдө болгон инновациялык мүмкүнчүлүктөр өндүрүштүн керектөөлөрүнө дал келбесе, илим менен өндүрүштүн байланышынын үзүлүшүнө алып келерин унутпашыбыз кажет. Буга байланыштуу Кыргыз Республикасынын жогорку кесиптик билим берүүсүнүн билим берүү уюмдарынын потенциалын жана атаандаштыкта жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыгым чыккан. Муну менен 5 алдыңкы университет кеңири уюштуруучулук, каржылык, академиялык автономияны камсыз кылууну караган өзгөчө макамга ээ болду. Учурда бул университеттер инновациялык жана атаандаштыкка жөндөмдүү илимий борборлорго айлануу үстүндө кызуу иш аракеттерди алып барышууда. Адистер жакынкы жылдарда өндүрүш жана кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө 70%га жакын салттуу кесиптер жасалма интеллекттин, роботтордун, автоматташтырылган логистикалык системалардын колдонууга киргизилишинен улам
толугу менен жок болуп кетиши же ал кесиптерге суроо талап болбой калышы мүмкүн экендигин белгилешүүдө. Мындан улам коом компетенттүү кадрларга гана эмес, өнүгүү жана инновация менен алектенген чыгармачыл жаштарга да муктаж боло тургандыгын баса белгилеп айтып кетейин. Албетте мындай шартта айрым тармактар боюнча тереңдетилген билимди талап кылган жаңы адистиктер пайда болору турган иш. Мен мындай турмуш чындыгын азыркы заманда жаштардын орду канчалык маанилүү экенин баса көрсөтүү үчүн айтып жатамын. Андыктан өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошууга кол сунган жигердүү жаштарга мамлекет ар дайым ар тараптан колдоо көрсөтүүгө даярбыз. Себеби ийгиликтердин башкы ачкычы адам ресурстарына инвестиция жасоо экендиги буга далил. Жаштардын андан ары өнүгүүсүнө шарт түзүп берүү мамлекеттин бирден бир түздөн түз милдети. Ошол себептен таланттуу жаш муун өкүлдөрүнө чет өлкөлөрдө билим алууга колдоо көрсөтүү жана дем берүү максатында жаңы муундун адистерин даярдоо боюнча эл үмүтү эл аралык стипендиясын уюштурганбыз. Эл үмүтү эл аралык стипендиясын өткөн жылы окуу жылында 9 кыргызстандыкка берилсе, быйыл 17 жигердүү жаштарыбызга берилди. Алар дүйнөдөгү 100 эң мыкты университетке кирген окуу жайларга магистр жана докторлук даражаны алуу үчүн билим алып жатышат. Бул аракеттерибиз убакытты көп күттүрбөй жемишин берерине сөзсүз биз ишенебиз. Билимдин артынан сая түшүп, илим кенин казып аткан демилгелүү студенттерибиз, эл үмүт эл аралык стипендиясына татыктуу болгон жаштарыбыз өз мекенинин өнүгүп, өсүп, алдыңкы өлкөлөр менен тең тайлашуусуна өбөлгө болчу күн дагы алыс эмес деп билемин. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, бүгүн биз устат педагогторубуз жөнүндө дагы эки ооз сөз айтып кетпесек болбойт. Белгиленген максаттарга жетүү үчүн педагог, насаатчыларыбыз ар дайым изденүүгө жана жаңыча иштөөгө умтулуусу зарылдыгын белгилегим келет. Себеби устаттардын ар бир сөзү, терең билими, берген багыты менен жаңыча ой жүгүртө билген, жаңы идеяларды демилгелеген жаратман жаштардын пайдубалы түптөлөт. Мында эң башкысы заманга шайкеш келген, күчтүү, билимдүү, таза жаңы муун өсүп келе жатканын эсибизден чыгарбайлы. Ошентип, ар бирибиз Кыргызстандын өнүгүшүнө конкреттүү түрдө салым кошконубузда гана өлкөбүз өнүгүүнүн даңгыр жолуна чыга алат. Урматтуу студенттер, кымбаттуу достор, дагы бир жолу президенттик стипендияга ээ болушуңар менен чын дилимден куттуктаймын. Өлкө жетекчилиги мындан ары да мамлекетти өнүктүрүүгө салым кошот деп үмүт арткан жигердүү, демилгелүү, аракетчил, мекенчил жаштарды колдоп турууга даярбыз. Жаңыланган жаштык жигер, курч мүнөз, таза жүрөк, өжөр, эмгек аркылуу өлкөбүздүн өнүгүүсү үчүн жаңы идеялар, жаңы демилгелер менен турмуш агымын жиреп кете бериңиздер. Кыргызстан эли силердин ар бириңерге чоң үмүт артып олтурабыз. Өлкөбүздүн туусун бийик көтөргүлө, намысын талашкыла, Кыргызстаныбыз менен дайыма сыймыктанып жүргүлө, билим, илим жолундагы сапарыңыздар байсалдуу болсун. Ак жол сиздерге. Кыргыз Республикасынын президентинин тескемеси 2022-2023 окуу жылынын жыйынтыгы боюнча окууда илимий чыгармачыл жана коомдук иштерде өзгөчө айырмалагандыгы үчүн президенттик стипендия менен төмөнкү студенттер сыйлансын. Абдыкадыров Илгиз Абдимиталович, Кыргызстан эл аралык университети окуу илимий өндүрүштүк комплекси. Айбекова Аделя Айбековна, Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети. Айдарбекова Малика Айдарбековна, Хусейн Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университети.
Акылбекова Аяна Акылбековна Иса Ахунбаев атындағы Қырғыз мемлекеттік медициналық академиясы. Алиев Захид Бекзадаевич Жусуп Баласағын атындағы Қырғыз ұлттық университеті. Алмаматов Ильязбек Майманбаевич Исхак Разаков атындағы Қырғыз мемлекеттік техникалық университеті. Амангелді қызы Ханаем Борис Ельцин атындағы Қырғыз Россия Славян университеті. Аристова Анастасия Игоревна Муса Рыскулбеков атындағы Қырғыз экономикалық университеті. Асқаралиева Аяна Асқаралиевна Бекмамат Осмонов атындағы Жалалабад мемлекеттік университеті. Боетова Айгерим Боетовна Жусуп Баласағын атындағы Қырғыз ұлттық университеті. Байышбек Уло Бектур Константин Скрябин атындағы Қырғыз ұлттық агрардық университеті. Бекполотов Сталбек Ишеналы Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттік университеті. Болотова Адинай Мақсатовна Бүбісара Бейшаналиева атындағы Қырғыз мемлекеттік маданият және искусство университеті. Бердібек қызы Жарқынай Қалай Молдобасанов атындағы Қырғыз ұлттық консерваториясы. Дамиров Алтай Дамирович Алато Эльаралық университеті. Жалалов Шайхидин Ниматович Исхак Разаков атындағы Қырғыз мемлекеттік техникалық университеті. Досалиева Алия Таалайбековна Жусуп Баласағын атындағы Қырғыз ұлттық университеті. Жақшылықов Қавақбай Бақтыбекович Иса Ахунбаев атындағы Қырғыз мемлекеттік медициналық академиясы. Джамалдинова Бегимай Джамалдиновна академик Муса Адышев атындағы Ош технологиялық университеті. Жаныбекова Қызжибек Таалайбековна Борбордық Азия университеті. Жолой Уулу Қайрат Исхак Разаков атындағы Қырғыз мемлекеттік техникалық университеті. Жолчуева Алина Асановна Қырғыз Түрк Манас университеті. Жылдызбеков Ерлан Жылдызбекович Қырғыз Республикасының құралды күштерінің Советтер Союзының батыры генерал-лейтенант Қалайнұр Үсенбеков атындағы Аскер институты. Заирбекова Аяна Заирбековна Жусуп Баласағын атындағы Қырғыз ұлттық университеті.
Залқарбек қызы Асель, Қырғыз Республикасының Ички иштер министрлігінің Эргеш Алиев атындағы академиясы. Кадырова Айсалқын Сүйіндіковна, Иса Хумбаев атындағы Қырғыз мемлекеттік медициналық академиясы. Қаныбекова Аделия Толқынбековна, Иса Хумбаев атындағы Қырғыз мемлекеттік медициналық академиясы. Қасымбек қызы Амина, ел аралық Кувейт университеті. Елдібек қызы Қаныкей, Анашбек Мырсабеков атындағы Ош мемлекеттік педагогикалық университеті. Кислов Илья Алексеевич, Муса Рысқұлбеков атындағы Қырғыз экономикалық университеті. Көчербаева Салима Уланбековна, Константин Скрябин атындағы Қырғыз ұлттық агрардық университеті. Кочкорбаева Эльнура Эмильбековна, Баткен мемлекеттік университеті. Кубатбек қызы Зарина, Ишаналы Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттік университеті. Кузиева Изозахон Низомджоновна, Баткен мемлекеттік университеті. Қолмұрзаева Роза Алмазбековна, Батралы Сыдықов атындағы Қырғыз-Өзбек ел аралық университеті. Күмөн қызы Жанара Хусейн Қарасаев атындағы Бишкек мемлекеттік университеті. Құрманали қызы Айзирек, Батралы Сыдықов атындағы Қырғыз-Өзбек ел аралық университеті. Құрманбекова Ақылай Құрманбековна, Талас мемлекеттік университеті. Кадырова Асель Сатындыевна, Исхақ Разақов атындағы Қырғыз мемлекеттік техникалық университеті. Майрамбек ұлы Шымқарбек, Хусейн Қарасаев атындағы Бишкек мемлекеттік университеті. Маликова Айсанат Мирлановна, Қырғыз Республикасының Ички иштер министрлігінің Эргеш Алиев атындағы академиясы. Маматова Айтурған Абдилашимовна, Жусуп Баласағын атындағы Қырғыз ұлттық университеті.
Мамытова Сезим Иса Ахунбаев атындағы Қырғыз мемлекеттік медициналық академиясы. Муратова Айбере Муратовна, Қырғызстан ел аралық университеті. Марсбекова Айдай Марсбековна, Жүсіп Баласағын атындағы Қырғыз ұлттық университеті. Нұрбек қызы Айбере, Ош мемлекеттік университеті. Нурдинова Алтынай Мақсатбековна, Қырғыз-Түрк Манас университеті. Нурматова Сайқал Бақытбековна, Ош мемлекеттік университеті. Ойозбекова Айдана Ойозбековна, Исхақ Раззақов атындағы Қырғыз мемлекеттік техникалық университеті. Өмірова Айгерем Темирбековна, Ишиналы Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттік университеті. Орозова Нурай Бақытбековна, Бөбісара Бейшаналиева атындағы Қырғыз мемлекеттік маданият жана искусство университеті. Раимбердиева Тунук Түгейбековна, Муса Адышев атындағы Ош технологиялық университеті. Рахманалиева Мергүл Рахманалиевна, Ишиналы Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттік университеті. Сағымбек қызы Айданек, Анашбек Мырсабеков атындағы Ош мемлекеттік педагогикалық университеті. Сағымбекова Гүлжамал Уланбековна, Ишиналы Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттік университеті. Садирдинов Руслан Нурланбекович, Борис Ельцин атындағы Қырғыз Россия Славян университеті. Салморбек уулу Рыскелде, Қырғыз Республикасының құралды күштерінің Советтер Союзының батыры, генерал-лейтенант Қалайнур Өсенбеков атындағы Аскер институты. Самақова Алина Ермековна, Муса Рысқұлбеков атындағы Қырғыз экономикалық университеті. Сапарбек Нурджаз, Қырғызстан еларалық университеті оқу илimi өндіріштік комплексі. Сапарбекова Алина Владимировна, Қырғыз-Түрк Манас университеті. Сулайманов Амангелде Дастанович, Константин Скрябин атындағы Қырғыз ұлттық агрардық университеті.
Сулайманов Жанат Жеңишевич Исхак Раззаков атындағы Қырғыз мамлекеттік техникалық университеті. Сыдықова Қаныки Кубанычбековна Алатоо эл аралық университеті. Талантбекова Эльнура Талантбековна Қырғызстан эл аралық университеті. Телебалдиева Бермет Асатбековна Қырғыз Республикасының Ички иштер министрлігінің Эргеш Алиев атындағы академиясы. Токтобаева Малика Алмазовна Борис Ельцин атындағы Қырғыз Россия Славян университеті. Тылыбаева Дильфоза Таалайбековна Талас мамлекеттік университеті. Турапов Айдарбек Актанович академик Муса Адышев атындағы Ош технологиялық университеті. Улан қызы Сырға Сатыбалды Нааматов атындағы Нарын мамлекеттік университеті. Усенакунова Алима Айбековна Исхак Раззаков атындағы Қырғыз мамлекеттік техникалық университеті. Чолпонқұл қызы Мираида Ош мамлекеттік университеті. Шишенина Татьяна Николаевна Борис Ельцин атындағы Қырғыз Россия Славян университеті. Эмильбеков Кеңешбек Эмильбекович Ош мамлекеттік университеті. Ер Тавылды қызы Датқайым Ош мамлекеттік университеті. Қырғыз Республикасының президенті Садыр Жапаров. Урматтуу студенттер, урматтуу достор, сыйлык алгандын көпчүлүгү кыз балдарыбыз экен, эркек балдарыбыз кичине жалкоорок келебиз. Бирок мындан ары дагы эркек балдар дагы аракет кылып, бир 50% эркек балдар болсо, 50% кыз балдарыбыз болсо жакшы болот эле. Аракет кылыңыздар. Дагы бир жолу сыйлыгыңыздар менен куттуктаймын. Келечекке болгон жолуңуздар даңгыр болсун, жолуңар дайыма ачык болсун. Кудайым өзү колдоп турсун, аман эсен болгула, ден соолукта болгула. Ийгилик каалайм дагы бир жолу. Рахмат.